мына менің оқушыларым қайда бара жатсыңдар? Қазір менің сабағымды ұмытып қайттыңдар ма? Олай жасауға болмайды. Дұрыстар. Жүріңдер кетіп салды. Сәлеметсіздер оқушылар, бүгінгі бөлімдегі тақырыбымыз рационал теңдеулер және квадрат теңдеуге келтірілетін мәтін есептер. Ең алдымен олай болса, рационал теңдеу дегеніміз не? Рационал теңдеу дегеніміз құрамында рационал өрнектері болатын теңдеулерді рационал теңдеулер деп атаймыз. Мәселен, кез келген кезде 3-тен 2 x азайтылған 3-тен 1 тең 5. Мына жерде бізде 3-тен 2 және 3-тен 1 дегеніміз рационал өрнектер. Демек бұл бізде рационал теңдеулерге жатады. Немесе тіпті айнымалысы бөлімдері орналасуы. Мәселен, x-тан 1 азайтылған 3-тен 2 тең 5. Осы жағдайда да бізде рационал теңдеуге жататын теңдеу болып саналады. Осы рационал теңдеулер бізге екі түрде бөлінетін болады. Рационал теңдеулер екі түрге бөлінеді. Бүтін және бөлшек рационал теңдеулер болды. Бүтін рационал теңдеу және бөлшек рационал теңдеу. Бұлардың айырмашылығы неде? Бұлардың айырмашылығы, егер мына айнымалы дегеніміз бізде бөлшектің бөлімде орналаспайтын болса, ол бізде бүтін рационал теңдеулерге жатады. Мәселен, мына теңдеуіміз бізде бүтін рационал теңдеуге жатады. Себебі мына жердегі x деген айнымалымыз бізде бөлшекте орналаспаған. Ал бөлшек рационал теңдеуге бізде егер айнымалысы бөлімде орналасқан болса, мәселен, мына жерде айнымалысы бізде бөлшектің бөлімде орналасқан x деген айнымалы. Демек, бұл бізде бөлшек рационал теңдеуге жататын болады. Ал енді осыған кішкене мысалдар қарастырайық. Осы рационал теңдеуді қалай шешеміз? Сол бойынша есептер шығарайық. Мысалдар қарастырайық. Осы рационал теңдеуге бірінші мысалымызды қарастырайық. Қазір осыны біз шығаратын боламыз. Бұл рационал теңдеулерді ең бірінші шығарудан алдын, егер айнымалысы бізде бөлімде орналасқан болса, яғни бөлшектің бөлімде орналасқан болса, ондай жағдайда біз мүмкін мәндер жиынын тауып аламыз. Мүмкін мәндер жиыны бізде ММЖ деп аталады, ММЖ. Яғни бізге берілген x деген айнымалының қабылдай алатын мәндері. Барлығымыз білеміз, мұна бөлімдегі сан, бөлшектің бөлімде орналасқан сан бізде нөлге тең болмауы қажет. Демек, осы жерде жүйе қарастырамыз. X минус 5 тең емес нөлге, x квадрат минус 5x тең емес нөлге және x тең емес нөлге деген жүйе қарастырамыз. Сонда бізде жүйемізде 3 шарт бар. X минус 5 тең емес 0, x квадрат минус 5x тең емес 0 және x тең емес 0. Бұнан ары қарай шығаратын болсақ, қорытатын болсақ, бізде x тең емес 5-ке және мына жерден x-ті ортақ бөлімге шығарып жіберсек, сонда x минус 5 тең емес 0, ал мына жерден x тең емес 0. Ал енді мына жерде x-ті және x минус 5-ті жеке-жеке 0-ге тең емес деп жазамыз. Сол кезде бізде шығатын нәтиже x тең емес 5, x тең емес 0 және x тең емес 5 және x тең емес 0. Яғни мына жерден шығатын нәтиже бізде x-іміз 0-ге тең болмауы қажет және x-іміз 5-ге тең болмауы қажет. Яғни қазір мына рационал теңдеуді шығарған кезде осылар шығатын болса, бұл сандарды біз мәнге жатқызбайтын боламыз. Ал оны координаталық түзуге сызатын болсақ, бізде 0 мына жерде, 5 мына жерде орналасқан. Демек біздің x-ің мәндері жиыны минус шексіздіктен келеді, 0-де тоқтайды және 0 мен 5-тің аралығында және 5-тен плюс шексіздікке дейін. Сонда біздің жазатынымыз минус шексіздіктен 0-ге дейін бірігуі 0-ден 5-ге дейін бірігуі 5-тен плюс шексіздікке дейін. Жақсы, мүмкін мәндер жиынын тауып алдық. Енді ары қарай мына теңдеуімізді қайтадан ораламыз. Мына теңдеуде біз бірінші ең кіші ортақ есебін тауып алуымыз қажет. Бізде мына x минус 5, ал мына жерде x-ті жақтан сыртына шығарып жіберетін болсақ, 2 минус x минус 5, x минус 7 тең x плюс 5, x-ті жақтан сыртына шығарсақ, x минус 5 және минус x бүтін. X минус 5, x минус 5, x. Яғни біздің ең кіші ортақ еселігіміз x көбейтілген x минус 5 болады. x көбейтілген x минус 5. Дәл осында бүкіл сандарға көбейтеміз мына жерде. Сонда 2 x минус 5 көбейтеміз, x минус 5. Мына жерде дәл осылай жасаймыз.
азайту x минус 5 көбейтілген. Енді мына бөлшекті жазамыз. X минус 7, x минус 5. Ол бізде тең болады. X минус 5 мұнан қайтадан жазамыз. Көбейтіп жатырмыз барлығын. Сосын x плюс 5, x минус 5 бөлімде. Сосын көбейту, азайту. Қайтадан көбейтеміз. X минус 5 көбейтілген x-тан 1. Так, енді осы жерде қысқаратын сандар болса, қысқаратын алгебралық өрнектер болатын болса, біз осыларды қысқартамыз. Так, мына жерде бізде қысқаратын өрнек жоқ. Мына жерде x минус 5 және x минус 5 қысқарады. Мына жерде x пен x және x минус 5 қысқарады. Ал мына жерде тек қана x қана қысқарады. Так, енді осыны жазайық. Мына жердегі жақшаны көбейтеміз. Жақшаны ашамыз, сол кезде бізде 2x квадрат минус 10x. Азайтылған бізде x және x минус 7 қалды. Азайтылған x минус 7 тең. Мына жерде x плюс 5. Азайту x минус 5. Так, енді осы жерде жақшаларды ашайық. 2x квадрат минус 10x минус x квадрат плюс 7x тең x плюс 5 азайтылған x плюс 5. Так, ұқсас мөлшерлерді біріктіреміз. Мына жерде 2x квадрат және x квадрат азайту. Ол бізде x квадратты береді. Сосын минус 10x плюс 7x қосатын болсақ, бізде минус 3x тең. Мына жерде x азайту x бізде жойылып кетеді. Сонда мына жер 10 болды. X квадрат минус 3x минус 10 тең 0. Так, енді осы жерде ветті қолданатын болсақ, бізде түбірлердің қосындысы 3-ке және түбірлердің көбейтіндісі 10-ға тең болып қажет, минус 10-ға. Так, енді осы жерде анықтаймыз. Минус 10-ға тең болатын қандай сандар бар? Мәселен, минус 1 мен 10, бізде 10-ға минус 10-ға тең болады, немесе минус 2 мен 5, немесе 2 мен минус 5, және 10 мен минус 1. Так, осы жерде енді қосындысы 3 болатын сандарды қарастырайық. Қосындысы 9, қосындысы 3, қосындысы минус 3, қосындысы 9. Яғни бізге керегі минус 2 мен 5. Яғни x1-міз минус 2 және x2-міз 5-ке тең. Ал енді қарайық, бізде мүмкін мәндер жиынында мына жерде x-іміз 0-ге және x-іміз 5-ке тең емес еді. Ал біздің мәндерде біреуінде бір мәні 5-ке тең болды. Демек, мына мәнді бізде x қабылдамайды. Демек, ең соңында шыққан жауабы x 5-ке тең болмаса, x-іміз минус 2-ке тең. Рационал теңдігі жауабы болса. Так, сонымен оқушылар, мысалымыз ары қарай жалғастырайық. Бұл бізде екінші мысал. Енді біз келтірілген, яғни квадрат теңдеу арқылы мәселе есептерді шығару. Бізде мынандай бір есептелген. Көрермендер залында 320 орын бар, бастапқыда 320 орын болады. Әр қатардағы орындар саны 1-дей, әр қатардағы орындар санын 4-ке арттырып, тағы бір қатар қосқан соң орындықтар саны 420 болды дейді. Залда неше қатар бар? Яғни бастапқыда залда қанша қатар болғанын анықтау қажет. Осы есеп бойынша алдымен теңдеу құрастырайық. Бізде қатар саны және әр қатардағы орындықтар саны. Әр қатардағы орындықтар. Қатар саны x деп олайық. Әр қатарда орындықтар саны y деп олайық. Бізде бастапқыда 320 орын бар. Демек, x-қа y-ті көбейткен кезде, қатар санына әр қатарда орындықтар саны көбейткен кезде бізде 320 болады. 320. Одан кейін бізде әр қатарда орындықтар санын 4-ке арттырған. Яғни y-ті бізде 4-ке арттырған. y плюс 4. Яғни арттыру болса біз қосамыз. Сосын тағы бір қатар қосылған. Яғни x-қа бір қатар қосылған. Сол кезде бізде 420 болып дейді. 420. Сонда бізде мынандай бір екі жүйе пайда болады. X көбейту y-тен 320 және x плюс 1 көбейтілген y плюс 4 тең 420. Так, осы жерде
орын алмастыру тәсілімен шығарсақ, яғни мына жерден x көбейту y тең 320-дан x-ті тапсақ, бізде 320 бөлінген y болады. Так, осы x-ті мына жерге әкеліп қоямыз. Сонда 320 бөлінген y қосылған 1 көбейтілген y плюс 4 тең 420. Бізде осындай рационал теңдеу шықты. Осы рационал теңдеуді шығару қажет. Ол рационал теңдеу шығарудың алдын біз мүмкін мәндер жиынын таба аламыз. Бізде бөлімде y орналасқан, демек осы y-іміз бізде 0-ге тең болмауы қажет. y тең емес 0. Енді мына жақшаны ашуымыз қажет. Мынаны көбейтеміз алдымен y көбейтілген 320 көбейтілген y қосылған. Енді осыны 4-ке көбейтеміз. 4 көбейтілген 320 бөлімде y. Енді 1-ді көбейтеміз соларға. Қосылған 2 шарт және қосылған 4 шарт тең 420. Енді қысқаратынарды қысқартуымыз қажет. Бізде мына еркін қысқарып кетеді. Сол кезде 320 қосылған, ал мына жерде 4-ті 320-ға көбейтетін болсақ, 1280 бөлінген y және қосу y. Так, мына жерде 4-ті мына 320-ға қосып жіберетін болсақ, 324 болады. 324 ол бізде тең болады 420-ға. Так, енді ары қарай мына y-ті көбейтіп жібереміз. Яғни бөлімде y-тен құтылу үшін мына теңдеудің барлығын y-ге көбейтетін боламыз. Так, сол кезде бізде шығатын нәтижелер y-ге көбейтетін болсақ, сол кезде бізде 324 y қосылған. Мына y-ге мына y-ге қысқарып кетеді, 1280 қосылған y-ге көбейтіліп бізде y квадрат тең 420 y көбейтеміз, 420 y болады. Енді мына 420 y-ті теңдікті сол жағына өткіземіз. Так, жазайық. Y квадрат қосылған 324 y. Осының қасына 420 y минус болып келеді. 420 y қосылған 1280. Теңдік. Енді мына екеуін азайтатын болсақ, сол кезде бізде y квадрат қосылған. Мына жерде 96 y. Таңбасы бізде минус болады. Плюс 1280 теңдік. Бізде қарапайым квадрат теңдеу шықты. Осы квадрат теңдеуді біз дискриминант арқылы шығаратын боламыз. Так, сонда дискриминант бізде b квадрат, яғни минус 96-ның квадраты азайтылған 4a бізде 1 және 1280. 4 көбейтілген 1280. Так, минус 96-ның квадраты бізде 9216 және мына екеуін көбейткен кезде бізде 5120. Ол екеуін азайтатын болсақ бізде 4096. Ал бұл 4096 деген сөз бізде 64-дің квадраты. Так, енді дискриминант табу, енді y1, y2 түбірлерін табу қажет. Түбірлерін табу формасы бізде y1 мен 2 тең минус b плюс минус түбірасында дискриминант бөлінген 2. Так, a-мыз бізде 1-ге тең, сонда бөлімде 2. Так, b-мыз бізде минус 96, сонда плюс 96 плюс минус 64. Так, плюс алатын болсақ бізде 160, 162 бөлісін болсақ 80. Ал минусын алатын болсақ бізде 32, 32-ге бөлетін болсақ 16. Сонда y1-іміз 80 және y2-іміз 16-ға тең болды. Енді осы арқылы біз x-ті табуымыз қажет. X-ті біз өрнекте болғанбыз. X-ті мына жерде өрнекте болғанбыз. X тең 320 бөлінген y. Яғни x1 бізде тең болады 320 бөлінген y1. Y1-іміз бізде 80. Сонда 4. x1 4. Ал енді x2. x2-ні табатын болсақ, бізде 320 бөлінген 16. Ол бізде 20. Сонда бізде екі түрлі жағдай бар. Бірінші жағдайда сахнадағы орындықтары қатарлары 4-еу, қатар саны 4-еу, ал әр қатардағы орындықтар саны бізде 80. Және екінші жағдайда бізде қатар саны 20 және әр қатардағы орындықтар саны бізде 16. Осымен біздің мәселесіміз квадрат теңдеу арқылы оқушылар осымен бүгінгі рационал теңдеулер және квадрат теңдеу арқылы
квадрат теңдеуге келтірілетін мәселе есептерді шығаруды үйрендік. Сендерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Осы видеоның соңында бізде арнайы сендерге арналған электронды кітап пен ойындар бар. Осы тақырыпқа байланысты сол QR кодтарды сканерлеу арқылы өз білімдеріңді пысықтап алсаңдар болады. Жарайды, сау болыңдар оқушылар.